Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жүзімнен ерекше компот дайындайтын боламыз. Компотымыз магазиннің соктарына қарағанда 100 есе артық, өте дәмді болып шығады. Бұрын соңды жүзімнен компот жауып көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен банкаларымызды жақсылап жуып, мантываркаға шамамен 7-8 минуттың көлемінде булап аламыз. Одан кейін қақпақтарында міндетті түрде 3-4 минутта қайнатып аламыз. Қажетті жүзімдерді де жақсылап 3-4 рет жуып аламыз. Жүзімнің кез келген сортын алсаңыздар болады. Мен осындай қарасын және көк түрін алдым. Қосымша және де алхорыны, яғни сливадан да кішкене қосатын боламын. Мінекей осымен жемістеріміздің барлығын жақсылап жуып тазалап алдық. Банкаларымызды булап қойдық. Енді компотымызды жабуға кірісе берсек болады. Айтпақшы, каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен банкамызға біз алхорыны салатын боламыз. Салмастан бұрын мен сияқты зубочисткамен осылай 5-6 жерінен тесіп салғандарыңыз дұрыс. Сол кезде компотқа өзінің әдемі түсін беретін болады. Бұлай жасау міндетті емес, теспей қойсаңыздар да болады. Сливамен қатар қосымша алмадан да кішкене турап салсаңыздар, компот өте дәмді, ассорти компот болып шығады. Мінекей осылай 2 литрлік банкаларымызға мен 8 штук, яғни 8 дана сливадан салып шықтым. Одан кейін қара жүзімнен салып шығамын. Осындай бір басын саламын. Менде бұл жерде жалпы 2 жүзімді қосқанда 1,5 килограммдай жүзім шығады. 1,5 килограмм жүзімді мен осылай 2 литрлік банкаларға бөліп салып шығамын. Негізі мен көптеу салдым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша аздау салсаңыздар да болады. Мінекей осылайша біз банкамызға бірінші кешмеш жүзімді салып алдық. Келесі осылай көк жүзімді де банкаларымызға бөліп салып шығамыз. Жүзімді осылай 2 түсті етіп алатын болсаңыздар, компоттарыңыз өте әдемі көрінеді. Және де дәмі де сөзсіз керемет болып шығады. Құрметті көрермендерім, егер де сіздерге видео ұнап жатқан болса, кері байланыс ретінде төменде комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де өздеріңіздің компот жабу әдістеріңізбен бөліссеңіздер де болады. Енді жүзімдерді салып алғаннан кейін үстінен сақырлап қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Суымыз міндетті түрде қайнап тұрған болу керек, суып қалған болмауы керек. Осылай құйып алғаннан кейін қақпақтарын жауып, осы судың ішінде 20 минут уақытқа қалдырамыз. Шамамен 20 минуттай уақыт өткеннен кейін банкадағы суды осылай бөлек бір ыдысымызға төгіп құйып аламыз. Қазір бұл төккен суды біз қайтадан қайнатып, екінші рет осы банкаларымыздың үстінен қантын салып құятын боламыз. Бірақ та кейбір өңірлерде суын бұлай қайтадан төгіп жүрмей-ақ, бірденен қантын салып суын құйып жауып тастайды екен. Бірақ мен осылай қайтадан қайнатып құйғанды жөн санаймын. Енді осы банкалардағы төккен суды газ отымызға қойып, толықтай сақырлап қайнатып аламыз. Мінекей осылай қайнау керек. Енді біз қантын саламыз. Әрбір 2 литрлік банканың ішіне біз 200 граммнан қант салып шығамыз. 3 литрлік банка болса 300 грамм қант саласыздар. Қантты тым көп деп қорықпаңыздар, өйткені қыста ашып жеген кезде сіздер үстінен тағы да қосымша су құйып іше беретін боласыздар, өте дәмді болып шығады. Қантын салып алғаннан кейін біз жаңағы қайтадан қайнатқан суын осылай банкаларымызға толтырып құйып шығамыз. Енді банканың бойын суытып алмай, тез-тез қақпақтарын жауып бекітіп тастаймыз. Арнайы банка жабатын құрылғының көмегімен қақпақтарын бұрап жауып алыңыздар. Ал осындай бұрандалы болатын болса, ауа кіріп кетпегеніне көз жеткізіп, жақсылап жауып шығыңыздар. Және де міндетті түрде қанты ерігенше осылай банканы ары-бері дөңгелетіп, осылай аунатып алыңыздар. Сол кезде қанты тез еритін болады. Мінекей осылайша біздің жүзімнен жапқан ерекше компотымыз дайын болды. Қақпақтарын бекітіп алғаннан кейін міндетті түрде осылай төңкеріп қойып, үстін қалың матамен немесе қалың көрпемен жауып, толықтай суығанша 1-2 тәулікке қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауып көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видео рецепт сіздерге пайдалы болған болса, ұнаған болса, каналға подписаться батырмасын басып, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Мінекей каналыма кірсеңіздер, подписаться деп тұрады, осы батырманы басыңыздар, және де жоғарыдағы видео дегенді бассаңыздар, менің барлық видео рецепттерімнің тізімі шығады. Төмен қарай түсіріп, өзіңізге ұнаған видеоны қосып қарай бересіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет.